Assalamualaikum Qo'sheli makler ko'rermenleri. Бұл tarafimiz Qo'ng'irot Lennoboddan kelе berсе, бұл жағымыз Qo'shelining bozori, ya'ni sxema tarafdan kelе berші olmaz. Шадлықта осы пешоходтың туғысында, Балқуырдақтың қасында 3-ші үйіміз. Пешоходтың осы жақтан келсек тура 3-ші үйіміз сатылуға қойылып жатыр. Осы үйіміз болады, сатылуға қойылып жатқан. Сыртқы көрінісі үйіміздің фундаменттері, тырнақлары беккен, бетоннан құйылған. Bismillahirrahmanirrahim деп кірсек, кірген жеріміз осылай басталады. Ремонт жағдайлары жақсы. Фундаменттерін көрдіңіз, тырнақлары беккен. Ремонт жағдайлары жақсы. Кірген жерімізде сондай шай ішіп отыру буыны бар. Летний һәм зимний дейді. Қыста да ыссы болады екен бұл жер. Ол жағы кухня, әзір көрсетіп өтеміз онда. Үйіміздің основной тарифі осы тарифте 4 қанадан ібарат. Шеп жағымызда бірінші қанамыз, детский комната. Ал бұның екінші қанасына келетін болсақ, мейманханасы, яғни залы, ремонт жағдайлары жақсы, әзірге заманауи болып істенген. Ал бұл жағына келетін болсақ, бұл жағында үшінші қанамыз. Үшінші қанамсам, бұл да бір мейманхана екен. Ремонт жағдайлары жақсы. Ал бұл болса, төртінші қанамыз, ата-аналар жатақ қанасы. Ремонт жағдайлары орташа қалды. Шадлықта ішінде көрген затларыңыздың бәрі қалады. Ішінде затларымен айтылып жатыр. Бағасына келетін болсақ, 350 миллион келісімі бар. Wi-Fi-лар да бар, көрдіңіз. Бұл жағы атыс тарифі. Атыс тарифінің көрінісі бір дана терегі бар, мүйбе терек. Бұл жағымызға келсек, асханасы бар. Су ішке кірген міне. Асханасының ішінде котелі бар. Ремонт жағдайлары орташа. Айтылу бағасы 350 миллион келісімі бар, қатық бағасы емес. Осындай жай іздеп жүргендерге жіберіп қояйық. Лайк, подписка басайық. Өтіверіңіз үшін рахмет. Сау саламат болың.